Көпшіліктің артына көңілесіп кетіп жатыр келмеске. Амал бар ма мұң шақтарын термеске? Сұм заманда шын әділдік жеңер ме, әлде жеңбес пе? Таң болып кеттің әл арайлап атпаған, жан болып кеттің өмір дәмін татпаған. Құрып кетсін құрысынша әрбір күн, әділсіздік босағасын аттаған. Кеше ғана бұл едік, сағынамын қос жанарым суалып. Қайран күндер біз мәз болған қуанып. Бүгін аға жоқсың бірге бізбенен, күз жанымыз солып бітті қуарып. Әл есімде еркелетіп шақырғаның қасына, жоқ сенбеймін келмейсің бе арасында. Жаралы қыс кейін кешіп сенсіз жүрмін шалмай, ешбір бөгет тұрғыз алмай жасыма. Осы күнде атар таңды таң қуған, сағындым аға жұпарыңды әділдікпен аңқыған. Күндіз күліп жүрген менен түндерде, толтырамын өзеніңді сарқылған. Бұл өмірде әрбір таңға жерген, дархан едің тар көңілді кеңіткен. Сендей жанды осынау кең дүние сыйдырмады-ау неліктен. Ізіңді де жалғайтын жан қалмағаны бір қайғы. Осын ойлап бар мұңымыз ұлғайды. Асылдың бір сынығы боп көз қалмады қайтейік. Жанарымыз сан жастанып бұрғайды. Ағам едің әлияңның түсінетін жан сырын, байқамаппын өзің барда таң сырын. Сені ойлап жылағанда сыртаңда, көз жасымды сұртып кетші жасырын. Өмірде бұл біреуге өшіп, екіншіге жанатын. Тірегімен жебе жүрген қанатым, асыл ағам, ақ жаныңа мәңгілік мекен болсыншы жанатым. Балапаным ағайынға бауырым алып, әділет жаным жақсы еді. Мен де 5-те тұрдым, бұлар да 5-те тұрды. Сол уақытта кішкентай балет жасы 2-ге жетің кіремейді. Сонда тілі келмейді. Жаңа менің шалым тірі нән сүгіреті бар еді. Атамның үйіне келдім дейтін еді. Ай, ұрғың кім сен баланың, біз танымай отырмыз десем. Көпемаймын дейтін еді. Көрпемін деген әңгімесі еді. Көпемай сендерді еске алып бұраунап жатқан шығар. Жатқан жері жайлы, жаны жанатта болсын. Сендерге көп рахметімді айтам, әлде де айтам, алғысымды берем. Мен құсаған ата болың, әже болың, әуелі. Содан кейін шеке болың, шөбере сыйың. Осы менің жасымды берсін сендерге. Айналайын, сау болың. Достарда құрмет. Ассалаумалейкумдер. Осы біздің осы жерде мектепте, осы 21-ші мектептің, осы әділеттің өзінің өскен, оққан мектебі. Осы жерде біз әділетпен достары болып талай футбол ойнап едік. Әділет осы футболға өте жақын еді, футболға өте жақсы көретін сондай спортсмен жігіт еді. Өзі осы мектепте, осы жерде арамызда өсіп футбол ойнап едік. Осы поляда енді жарыс ұйымдастырып, еске алып, бауырымызды енді өзі бір азғантай бір 25 жыл өмір сүрсе де өте мықты, сондай өте мықты әрі адал дос болған азамат еді. Осы турнирді соған арнап өткізіп жатыр. Өте қуаныштымыз бәріміз осы бауырымызды еске алып, әрқашан мәңгілікте есте сақтауға. Бірінші орын номинациясы Альянс ЛТД. Қошеметтеріңіз.
В честь первого ежегодного турнира Адикап футбольный клуб «Намыс» выделил 15 грантов на обучение детей из областной деревни детей-сирот. И были выделены футбольные бутсы, атрибутика для этих детей, чтобы они бегали и занимались спортом. Біз енді кішкентайынан көрдік, туғанын көрдік, садикке барғанын көрдік, ойнап күлгенін көрдік. Сондай бір үйіне бір барғанда жаңағы апа шай ішіңіз, шаруаңыз болса айтыңыз деп, сондай ел-кезек, еліне елеулі, халқына қалаулы дейді ғой, былайынша айтқанда. Сондай бір ел-кезек жан. Одан енді жаңағы бір қыздар да звондайды ғой, енді жаңағы домашний телефон, сотовый телефон. Тыным бермейді жаңа телефондар. Әбетке келген бір құлағын уақытында мама дейді, сотовыйын сөндіріп тастайды да енді ұйықтайды ғой. Сосын бірақта домашнийлар шырылдап бастайды енді жаңағы. Кетіп барасыңдар ма? Сосын өзі үйретіп қойды жаңа мені. Мама сіз осылай деп айтасың. Сосын ана телефон шырылды түседі. Домашний телефонды мен алло деп көтеремін. Сосын кім екен деймін. Сосын Айгүлмін дейді, әділетті болам екен. Айгүл деймін. Өзіне ұнатқан қыз болса, әкел маған деп тұрып, жағы трубканы алады. Енді тағы бір енді басқа, деп енді қазір ұмытып қалып жатыр аттарын, бір любоятты айта салайын, енді Сара десем, үйде емеспін деп, жоқпын дейді да, сондай бір қылықтары болатын. Сосын енді мына құрдастарым бар, класстастарым бар. Сосын әділет ананың қызын алсақ қайтеді, илеген наны қандай, ұстаған үй қандай деп жаңа сөйдейін ғой. Ой, мама, мен сенің құрдастарыңнан да, класстастарыңнан да алмаймын. Жағы кейбіреулер бар айтатын. Рыскүл, менің қызымды ала салшы, сырға да бермей ақ қой, ешне де керек емес, келді, алып кетші деп жағы сөйдеп жатыр ғой. Сонда айтады ғой, мама мен алмаймын дейді. Неге дейін ғой? Сендер подружка болып жүресіңдер. Мен түннің бір уағында келем жұмыстан, таңда келем жұмыстан. Енді ер адам болып, ол маған сөйлегенде мен оны шертіп қалсам, подружка болып отырған екеуің сөз ертең керісесіңдер де қаласыңдар ғой. Мен сондықтан да алмаймын сендердің деп. Өзім ұнатқанымды, өзім сүйгенімді алам. Бірақ құрдастарым мен класстастарына алмаймын. Ренжісіз қаласыңдар дейтін еді. Сонда еді, мама мен 25-ке келейінші. Сосын енді алам ғой дейтін. 24-те ғой, тек 24-те. Алла енді маған олай деп жаңағы айтатын. Мама, сенің мінезің бар ғой. Сен келінді қалай қалар екенсің деп. Жаным, сен енді өзің сүйгеніңді алатын болсаң, өзің жүргеніңді алатын болсаң, маған тек бесік тербетіп, тек жылда туып беріп отырса болды дейтін едім мен деген. Енді мен Аллаға айтқан тілегім, Аллаға не алған нем қайтайын, енді Алла, енді ол менің күшті ғой енді қарағанда. Маған салса баламның басына барып, анау жатқан жерінен бет шығарып алып, осынау Ақтаудың қазіргі күйін көрсетсем, қасына машинаның, баламның қасына отырып, өлеңін қостырып, мынау аппақтай болған, көркейген, жарқыраған, жаңарған Ақтауын көрсетсем. Бірақ менің әлім келмейді ғой. Әліма, Рая. Әліма. Балапаным, мен де сағынам. Бәріңізге де рахмет жандарым. Бастарың аман, дендерің сау болсын. Жоққанда жолдарың болсын. Әр уақытта да манаға үлкен кісілердің, мынаяқта тумаластарымның, мамаларыңыздың айтып жатқан тілегін Алла қабыл еткізсін. Әділетімде риза болып жатқан шығар сіздерге. Мәз болып жатқан шығар, менің достарым бар мінекей. Мама, мына менің бәрі де менің достарым ғой дейтіндей.